Сәлем, қалайсыңдар? Бүгінгі менің видеомда мен қалай канцтовар алам мектепке. Менде екі ұл бар, екеуі мектепте оқиды. Үлкен балам 5-ші сынып, кіші балам 3-ші сынып оқиды. 1-ші тоқсанда біз барлығын алған болатынбыз пәшкілеп, бірақ сол алғандарымыздың біреуі қалған, біреусі жоғалған, жалпы жоқ болды. Кейбіреулер вообще жоқ. Соған біз 1-ші тоқсанда алғанбыз, 2-ші тоқсан алған жоқпыз, 3-ші тоқсанда қайтаран алып жатырық. 3-ші тоқсанда мен қандай заттар алдым мектепке? Бүгін 6-сы, бізде сабақ 8 күні басталады. 2026 жыл. Бізде мынандай қаламсат алып қойғанбыз, негізі 1-ші тоқсанда мектеп басталғанда алғанбыз пәшкілеп. Ол кезде 24 қалам болатын. 24 қаламнан қазір бізде 3-4 сондай ақ қалды. Бірақ ағайы қаламсаптан түгелдеп жіберіңіздер дегеннен кейін мен қайтадан алдым. Бұндай 2 алдым, 2 балама да. Негізі бұндай неше түрлісі бар, бірақ мен осыған тоқталдым. Бұндай мен 2 алдым, 2 балама. Мен негізі бәрін бірдей қылып алам. Кейде арасында кейбір заттарды ғана бөлек қылып алам. Сосын бізде білесіздер, сурет дәптерге біздің балалар сурет салмайды. Ішіне сызады, махаббаттарын жазады, қыздардың есімдерін жазады. И қалғаны үйінде қарындастары бар, соларақ бітіріп беріп, сурет салып. И 2 сурет дәптері алдым. Бір сурет салғандарын көрген емеспін. Әшейін шимақтап бірдеңке бітіреді әйтеуір. Екеуіне 2. Бірдей алам. Өйткені біз неде анаған мынандай алдым, мынаға мынандай алдым деп шығады. Ал фломастер 2 баламды қолданбайды. Бірақ ағайын кездестіргенде 3-ші сынып оқитын балама фломастер алып берші дегеннен кейін ғана алып отырмын. Ал мына балама керек болса, осыны алып қолдана береді. Болмаса дүкеннен алып бере салады. Мынау бізде сызғыш. Негізінен мен 1-ші тоқсанда айттым, бәрін алып қойғам, бірақ мынандай сызғыш алған жоқпын. Бірақ математикалардың ішін қарап отырсам, осындай сызғышпен жұмыс жасалынатын біраз жұмыстар бар екен, соны көріп, осыны алдым. И мынандай біреу сызғыш вообще алған жоқпын, өйткені 1-ші тоқсанда алғам, бір баламдікі сынып қалды да, бір баламдікі бар. Мынаны сол сынып қалған балама бере салам. Мыналар тұра береді, қолданады, керек кезінде қолдана салады. Екеуіне ортақ. Мен 1-ші тоқсандағы алған заттарымның бағасы бір 20 мыңдай болған. Ал бүгінгі алған заттарым 6 мың теңгеге шықты. 2 балама. Мен көп андай заттар ала бермеймін. Және 2 ұштағыш. Мен кіші балама көк түс ұнайтын болғандықтан көк түс алдым. Ал үлкен балама ол ақ түс ұнайды. Сондықтан ақ түс алдым. Жалпы айтқанда өзде ақ. Мынау мен балам 3-ші сынып оқитын балам қара торы. Және тетрадь. Мен көп тетрадь алмайым. Керек кезінде дүкеннен, магазиннен ала салады. Әзірге 10 матем, 10 жазу дәптері алдым. Математик дәптерлерінің іштері аппақ. Қара балам. Кейде фиолетовый болып кетеді, қарамай алсаңыздар. Ол онша емес фиолетовый. Ондай ақ түстер ұнайды өзіме. Екеуіне. Мынандай клейден біреу ғана алдым. Бір клей бар үйде. Оны қолданған жоқ, ал бір клейді бала-шағалар келіп жалпы жоқ қылды. Сонда біреу ғана алдым. Және мен өшіргіш алдым. Осы өшіргіштер қатты ұнайды маған. Мектепке осындай алам. Неше түрлісін алғам. Балаларыма қазір үлкен балам 5-ші сынып болған. Мен неше түрлі өшіргішті алдым, ұштағышты алдым. Бірақ көңілімнен шықпады ондай керемет өшіргіштер. Тек осы ғана көңілімнен шықты. Өте жақсы кетіреді.
осындай қалам. Обычный жай ғана қалам. Біздің балалық кезімізде. Бұл менің балалық кезімді есіме түсіреді. Тек қана осындай қалам алушы едік қой. Вот. Бұның барлығы бізде 6000 теңгеге шықты. 6000 теңге. Айтпақшы, бізде әлі не бар? Кітап қаптағыш пен дәптер қаптағыш бар. Қазір.